Бүгін бізде қонақта Әсел ханым. Әсел ханым, Алматыға келгендегі жеткен жетістіктеріңізді қысқаша айтып кетсеңіз, не үшін сізді ары қарай тыңдауымыз керек? Баршаңызға қайырлы күн. Осы арнаға шақырғаныңызға рахмет. Мен жетістіктер жайлы айта кететін болсам, 2014 жылы оқуға түскеннен бері ең айтулы жетістіктердің бірі ол Елбасы қорының 2017 жылғы шәкіртақы иегері болдым. Кейіннен 2018 жылғы республикамыздағы ең үздік студенттер қатарында бола алдым. Және де бүгінгі таңда көптеген жобаларға қатысу нәтижесінде Синергия Қазақстан университетінің сату бөлімінің жетекшісі болып отырмын. Жақсы, онда менің ең алғашқы сұрағым, осы Алматыға бірге, өзімен бірге, мысалы менімен бірге ауылдан келіп, Алматы қаласында орыс тілінде сөйлейтін болғандықтан, көбінесе адамдар осы орыс тіліне деген барьерлеріне жеңе алмай, өкінішке орай ауылына қайтып кеткен менің замандастарымды танимын және бар. Осы жайлы не айтасың? Осы ұяңдық және барьер, жалпы тек қана қазақ тілін біліп, қазақ тілінде сөйлей алатын қазақ бола тұрып, Алматыға, мысалы орыс тілді ғой, Алматы бәрібір. Алматыға келіп, сен жап-жас болсаң да, кәдімгідей күшті нәтижелерге жеткенсің да, осы жайлы ұяңдық, нәтиже? Жақсы. Жалпы біз мектеп кезінде де орыс тілін бәріміз оқимыз. Расында өзім жайлы шын айтсам, орыс тілін сол кезде шын баға үшін оқыған екенмін. Өйткені кейінірек сөйлесу процесі кезінде біз күнделікті екі тілде, қазақ тілінде ғана сөйлей аламыз, қазақ тілінде ғана өзіміздің қажеттіліктерімізді өтеу үшін қарым-қатынас жасаймыз адамдармен. Бірақ бүгінгі таңда біздің мемлекеттік тіліміз қазақ тілі болғанымен, орыс тілі ресми тілдердің біріне жатады. Сол себепті бұл орыс тілінде маған өз ойымды білдіру, жақсы ортада өзімнің жеткізгім келетін мақсаттармен бөлісу және бір мақсатты адамдармен жолығу қиынырақ болатын. Өйткені ол жерде тілдік барьер менде өте студент кезде өте көп болған. Бірақ осы тілдік барьермен шыны керек мен жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін толықтай сол затпен күресе бастадым. Күресу деген мақсат өзімнің орыс тіліне не себепті қорқыныштарым болатын айқындай арқылы қазіргі таңда 2 жыл көлемінде орыс тілінде сөйлеуім намного жақсы болып қалды. Жетістік жайлы? Жетістік жайлы айтатын болсақ, расында жетістікке қаншалықты қатысты орыс тілі? Орыс тілінің жетістікке қатысты бүгінгі таңда негізі біз мемлекетте елбасымыз айтқандай 3 тілде жетік білу бар ғой, сол дамыту мақсатына. Бірақ қазіргі таңда біз шыны керек қазақ тілінен жарытқанмен орыс тілі әлі де ақсандап тұр көп адамдарда. Өйткені орыс тілі мен қазақ тілі бір-біріне туыстас, әлі бара-бар бірге жетін болғандықтан ол тілді білу өте маңызды болып табылады. Өйткені сіз қазақ тілін қанша елім, отаным, патриоттық сезім сіздің жүрегіңізді кернегенмен, бірақ сіз мына заманда орыс тілін білулеріңіз қажет. Сол себепті мен көп орысша кітап оқыдым, дауыстап оқыдым, ертегілер орысша айттым, айнаға қарап өзіммен бірге жұмыс жасадым. Және мен қазіргі істейтін орта сол орыс тілді орта болғандықтан маған сол кісілермен күнде сөйлесу басында қиынырақ болғандықтан бір жағынан ұялшақтық та бар. Өйткені көріп тұрсың, өзің әлің жетпей тұр, бірақ екінші жақтан сол адамдардың тарапынан жақсы қолдау болды. Өйткені адамдар бар, бір жерде сізді өшіреді, екінші жерде өсіреді. Аллаға шүкір, мен сол өсіретін ортада болдым. Шүкір, әліңге шейін қолдап келеді. Тілдік даму ол бірден келе салмайды. Сол ақырын-ақырын өседі. Сол сияқты үздіксіз еңбек етуден тайынбау керек. Сол жетістік. Тамаша. Қазір осы студенттік кезден бастағым келіп тұр. Себебі екеуміз алғаш рет танысқан уақытта өзің студент едің. 3 жылдай болып қалды біздің таныс болғанымызға. Осы 3 жылдың ішінде студент Әселден қазір сен орыс тілінде айтқанда руководитель, белгілі бір сондай күшті университеттің руководитель деңгейіне жеткен Әсел болдың. Және осының арасында 2018 жылы тұңғыш президентіміздің шәкіртақысына ие болдың. Және біздің республикалық 2018 жылғы ең үздік студенті атанып үлгердің. Күшті нәтижелер болды. Ол біздің басқа жобалардағы жетістіктермен қатысуларды айтпаған уақытта. Осындай жетістіктерге студенттер қалай жете алады? Сол жайлы айтып кетсең. Жақсы. Жалпы көп адамдар, көп білім алушылар өзге қалалардан келеді. Және талпынады алға қарай ұмтылуға, өйткені өзінің ортасынан бөлек бір жаңа ортаға түскен кезде қандай да бір білім көзі керек. Өйткені сіз сол ортаға танылу арқылы сіздің сана деңгейіңіз, ақыл деңгейіңіз, ойлау деңгейіңіз өседі. Менің сізбен кездескен кез ол 3-ші курс болған.
үшінші курсқа дейін менде даму бағытында жаңа тренингтарға бару, мастер-класс, семинарларға бару болды. Бірақ мына бізді қосқан бойжеткен жобасында арқасында көп өмірім былай қарасаңыз өзгерді. Жақсы жақтарға соншалықты өзгерді. Сол үшінші курста мен сол жаңағы елбасы қорымыздың стипендиантын атандым. Ол кезде мен өзім ақылы түрде оқимын, әрі жұмыс жасаймын. Былай қарасаңыз сол студент үшін қаржы жағынан қиындық бар. Бірақ ең басты мақсат менде қанша дегенмен ақша жеткіліксіз болса да сол сәтте ең басты назар оқуда болды. Мен бүгінгі таңда көп жастарға қараймын, әрі өмірімде өзім достарым біраз бар, оқуға түседі, грантқа, стипендия алады, шүкір да. Бірақ сол одновременно бірге жұмыс жасайды. Мен кейде адамдар ақшаны көрген кезде көп ақша тапқысы келе берген сайын ол уже фокусировкасы ауысады. Сол себепті мысалы сіз оқуға келсеңіз, онда сіз оқыңыз. Өйткені сіздің дәл сол 18 бен 20 жас, 25 жасқа дейінгі алатын біліміңіз сіздің келесі болашақтағы 60-70 жастағы келетін сізге қаржының еңбегі да. Сол себепті өзіңіздің басты мақсатыңыздан ешқашан таймау керек. Сіз оқуға келіңіз, онда оқу керексіз да. Второстепенный и первый болатын мақсаттарды айқындау керек. Осы сол үшінші курстан бастап елбасы қоры стипендианты атағаннан кейін менде біраз өзгерістер болды. Негізі қаржы жағынан да ақшаға дейін қарым-қатынас өзгерді және саналық тұрғысынан дейін, бірақ енді әзірге өзімді ондай бір деңгейге жеттім демеймін, бірақ шүкір соның қадамдарында келе жатырмын бүгінгі таңда. Енді жастарға айтарым, әрине жастай өзімізде жаспыз әлі дегенмен үздіксіз даму өте керек. Өзіңіздің тіпті сүймей түскен мамандығыңыз болса да, сол мамандықты ары қарай өміріңізде қалай сіз өзіңізбен байланыстыра аласыз. Өйткені сіз кері қайта алмайсыз және сіз қайтадан оқуға түсу үшін сізге тағы да 4 жыл керек. Ал оған сізге сәйкесінше тағы да қаражат керек, ата-ананың алдыңыздағы парызыңыз бар, және сондықтан келгеннен кейін сіз шынымен айқындалып келуіңіз керек. Әрине сізді бұл заттарға ешкім үйретпейді. Көбісі бұндай затты 25 жасында енді көреді, біреу 20 жасында көреді. Шүкір, мен қатты мақтанам өзіммен осы сәтте ерте түсінген, бір Аллаға рахмет, сондай сана ақыл бергеніне. Сол себептен жастарға айтарым, оқуға келіңіз, оқыңыз, жақсы ортаға ұмтылыңыз, адамдарға ұмтылыңыз. Және ең бастысы мына Алланың берген екі нығметі, денсаулығыңызды жастай күту керек и уақытыңызға көңіл бөліңіз. Қайда жұмсайсыз, кімге жұмсайсыз және қалай жұмсап жатсыз. Жастардың дамуы мен өсуі неге байланысты деп ойлайсың? Жастар дегенде біз қазір жасөспірім жастан, мысалы 14 жастан, 13 жастан бастап алайық, 13 жастан бастап 21 жасқа дейінгі жастардың аралығы. Олардың дамуы, өсуі неге байланысты деп ойлайсың? Ең біріншіден сол 13 жастан жалпы 18 жасқа дейін біз отбасы аясында тәлім тәрбие аламыз, білімді аламыз, барлық өмірге қажетті ресурстарды аламыз десек болады. Бір тоқтала кететін жайт, өзінің балалық шағымнан да шыны керек, андай зат көп болғанда емес, өйткені СССР кезінде дүниеге келген ата-ана ойлау қабілеті, өмірге деген көзқарасы дегенмен ерекше, жасыратын зат емес. Бірақ шүкір, кейіннен сол заттың өмірімде жетіспегенін түсіндім және сол затпен қазіргі уақытта сол ала алмаған затты балалық шақта соны қазір беруді өзіме үйрендім. Бұл өте маңызды, себебі сізде болашақта мысалы сіздің де бала шағаңыз болады, сізде ата-ана боласыз да. Сол сіз өзіңіздің ата-анаңыздан көрген ұядан ұшқан тәлімді балаңызға қайталамас үшін, өйткені балаңызда да сондай бір қажетсіз болған жетіспей қалған ресурстар болатын болса, орнын сіз толтыруыңыз қажет. Сондықтан өсу, даму ол жаңағы тәлім тәрбиеден басталады, ең біріншіден. Екіншіден, ата-ананың балаға беретін мүмкіндіктері. Енді бізде қоғамда әрине 3 сатыға бөлінеді, жоғары, орташа және төмен деңгейдегі, ол әлеуметтік жағдайға байланысты. Әрине жоғары деңгейдегі адамдар балаларына барлығын рұқсат ете алады. Бірақ орта деңгейлегі ата-ана барынша баласына түсіндіре алу керек және баласы түсіне алу үшін сол заттарға икемділік таныту керек балалары.
Сондықтан біз қолданатын техникалардың барлығын негізі мөлшерлі түрде баланың өміріне енгізу керек деп ойлаймын. Сол кезде бала өзінде бар техниканы дұрыс қолдана алатын болса, онда ол кісінің өсуі, дамуы тұрақты түрде ата-анасының қарамағында өткіледі 18 жасқа дейін. Ары қарай бала уже ендігіде ата-ананың қарамағынсыз өзінің өмір жолында қандай жаңағыдай жолдарда, бағыттарда жүру екенін айқындай алады ата-анасыз уже. Тамаша. Бірден студенттік кезден жұмысқа қарай көшіп кетейік. Мен өзіңнің жетекшіңмен, Бауыржан ағамен 2018-де таныстым. Жоба аясында біздің ментор болды ғой. Сол кезде мен ол кісіге бизнес жоспарымды жүгіріп барып, Бауыржан аға қарап жіберіңізші деп алдын алып барсам, ішінде презентацияның суреттері бар. Соны мен оның есеп бөлімін көрсетіп жатсам, суретке қарай оралшы дейді. Сөйтіп, не болып қалды деп суретке қарай оралсам айтады ғой. Менің әселегім қайда дейді. Сосын сіз не айтып тұрсыз деп айтқым келді шынымен. Өйткені сондай бір университеттің басшысы өзінің қарамағындағы, мысалы сен ең бірінші барған жас мамансың ғой. Жас маманды іздеп, менің деп жаңа өзінің қарамындағы адамды танып, соны сыйлап, қадірлеп, сондай қызығушылық білдіруі, шынымды айтсам, мен оған дейін мүмкін енді көп тәжірибем бар деп айтамын, бірақ дәл сондай басшыны мен көрмедім. Көбінесе басшылар басшы болып қалады, бірақ көшбасшы бола алмайды да негізі. Мен кәдімгідей ізінен еруге болатын күшті көшбасшыны көріп қызығып кеттім, шынымды айтсам бар ғой. Қалай ол осындай көшбасшымен бірге жұмыс жасаған Бауыржан ағамен? Расында сол былай қарасаңыз, менің қазіргі өміріме сол жол ашқан жобаның бойжеткеннің арқасында біз республикалық деңгейге дейін жеттік. Сол жерде біздің ментор Бауыржан Тілеубергенұлы болған. Сол кісімен танысу арқылы біраз өмірге деген көзқарасы өзгереді екен. Өйткені ол кісі тек қана сіз айтқандай жаңағыдай басшы емес, шынымен көшбасшы деген атқа лайық. Әрі ол кісі наставник дейді ғой. Сол наставник деген бола алды. Әрі бізде мысалы расын айту керек, жиындар болған сайын әр қайсымызбен келіп құшақтасып, баласындай көріп, бауырына басады. Көп адамда ондай көрмейсің. Қазіргі таңда өзіңіз де білесіз, адамдарда мейірім, жылулық аз да. Сол затты сол кісі жоқ қылмайды. Топта, командада біз бір белгілі бір миссия, мақсат үшін жұмыс жасап жатқанымызға сенеміз да. Жұмыстан бұрын болады ғой, ол кісінің айтқанына қарап, мен өзімнің қазір мен жұмыс жасап жатырмын дегеннен гөрі бір іс, я занимаюсь делом своей жизни дегендей, менде дәл сондай болып жатыр да. Сондықтан мен өзім істейтін қазіргі ісімді жұмыс деп бір санамаймын. Сондықтан бұл өте жақсы зат, сол кісіден алғаным. Екінші бір алған принцип, мүмкін қағида болар, адамдар саған қалай қарым-қатынас жасаған қаласан, сен де солай қарым-қатынас жаса деген санамда құйып қалыпты. Расымен біз мысалы айғайлап жатамыз адамдарға, ұрсысып жатамыз, кейде наразылық білдіріп жатамыз. Дегенмен сол зат бізге қайта келген кезде, бізге сондай сынай танса, біз ренжіп қалып жатамыз, жүрекке қалып жатады. Ал сондай заттың болмауын сол кісінің жаңа қағидасына мен өзіме көп сабақ алдым. Жұмыс жасау, жалпы сөйлесу процесі кезінде әрқашан жауапкершілікті талап етеді, ол кісі нәтижеге қарайды. Сондықтан сондай адам сізге үміт артып тұрғанда, арқау қойып тұрғанда, жүрекпен, ақылмен, оймен ойлай алсақ, біз бір айтады ғой, подводить етпеуге тырысамыз да. Өйткені ол жерде уже сен істеуге міндеттен емес, уже жүрек қалауымен уже адамға алғыс айтып жасайсың. Айырмашылық сол деп ойлаймын жұмыс жасаған кезде. Рахмет, мен сөзіңді тыңдап отырып, шынымен де, яғни басшымен, жетекші басшымен көшбасшының айырмашылығы осы деп ойлаймын. Мысалы, Әселдің өзі айтып отыр, мен белгілі бір жұмысты жасаймын деп емес, өзімнің жүрегімнен шыққан бір өмірлік сондай маңызды дүниені жасаған сияқты, және әр адам негізі мойындау керек, қай жерде болса, отбасында болсын, мысалы, екінші жұбымен қарым-қатынаста болсын, барлық жерде өзінің маңызды екенін, оны жақсы көретін білгісі келеді да, сезінгісі келеді. Оны білу басқа, жүрекпен сезіну басқа ғой, әркімнің ішінде ғой өзінің әлемі, бірақ ол өте маңызды. Шынымен сондай көшбасшы ғана адамға сондай нәрсені сезіндіре алады деймін да. Сол кезде қолына жаңа найзасын алып, соғысқа өзінен еріп кетесің. Енді сондай жағдай болып тұр ғой енді. Енді соғыс емес, бірақ енді бұл жерде басқаша нәрсе да. Бәрібір несі, көшбасшының рөлі.
тамаша. Ерекше сезімде береді жүрекке, өйткені сондай адамның қасында жүрген кезде бір энергетика деген бар ғой, сол зат сіз мысалы қазір жел соққан кезде шашыңызды мына бір қайырылса, сондай мен үшін сол кісінің қасында жүрген кезде жүрегімнің соғуы, өзімді ұстау процесі мүлдем ауысады әрқашан. Және жаңа энергетика алған сайын бір күш көресіз, күш сезінесіз. Енді әрине бірінші әуелі Алла, екіншіден бірақ сондай адамдардың жеткен жетістіктерімен вдохновение болып алға қарай ұмтыласың. Тамаша. Осы жерде мен сұрақты ары қарай осы корпоративтік саладағы қарым-қатынас жайлы сұрағым келеді. Менің студенттерім біледі. Сол махаббатты көрсете алу қалай, әлде оны барлық адамға көрсетудің қажеті жоқ па? Жаңағыдай жұмыста мысалы өзіңнен 10 шақты адам болады, соның арасында мен шынайы болмысымды көрсете алғым келеді да, мен басқаша бола алмаймын. Қалай ойлайсың? Әлде жасыру керек па? Бұл сұраққа негізі жауап қоғамда расымен жиі естігенде шығарсыздар мынандай сөз: жұмыста басқа адам, үйде, өмірде басқа адам деген. Енді бір әр адамның өзіндік пікірі, болмысы ол зат. Бірақ менің өмірімде көп адам мысалы бірінші танысқан кезде мені бір қатал, сондай бір ұрысқақ адам сияқты таниды сырттан. Сосын кейін сөйлесе келе, араласа келе уже адамның жаңағыдай, енді өзімді мақтағандық емес, қарапайымдылық болуға әрқашан тырысамын, қарапайым болуға. Сондай қылып таниды, шүкір. Енді жұмыста ортада дәл сондай болады. Басында біз жаңа жұмысқа адамдарды қабылдаған кезде оларда менің жүзімнен талабым қатты көрінеді. Адамға өзіме жоғары талап қойған сайын өзгеге талапты жоғары қатты қоятын соңғы кезде байқап жүрмін. Бірақ бір жағынан жақсы деп ойлаймын ол кейде. Өйткені адам өзі қоя алмаса, онда өзге адам қойса, ол түзеледі деп ойлаймын. Бастапқыда. Біздің жұмыста енді бізде қазіргі таңда жұмыс ретімен қаталдық болады. Ал жұмыстан кейінгі процестерде кәдімгі әріптестердей араласамыз. Шынайы болмысты жасырмау керек деп ойлаймын. Өйткені сіз сол ортада дәл қазір өмір сүріп жатсыз. Болмысыңызды жасыратын болсаңыз, сіз ол жерде теккен болғансыз онда, өміріңіз текке өтіп жатыр. Ал шынайы болмыс жасыру, көрсету, білмеймін, адамның бір ішкі бір нәрсе біреуден жасырып жүрген сыры болмаса, сондай заттар кейде адамға әсерін тигізетін сияқты. Өйткені сондай сырым ашылып қалса, адамдар мені қабылдай алмай қалады деген қорқыныш болады деп ойлаймын. Бірақ енді менде ондай жоқ. Өйткені мен қандай бармын солай. Ұнамаса мен жасы керек айтамын, не себептен екенін түсіндіремін. Егер қабылдасаң қабылдайсың. Маған да айтамын. Егер менің бір нәрсеміз ұнамаса, маған айтыңыз, мен бірінші ойланам. Егер мен өзімнің ой деңгейімде оны дұрыс деп санасам, онда соны солай қалады. Егер дұрыс емес, мен қателігімді түсінсем, онда мен оны мойындаймын және сәйкесінше басқа әрекет жасаймын. Сондықтан шынайылық ол әрқашан қажет. Сол кезде ғана сіз адамдардың жүрегінен сізге ол адам сізге көрсетпесе де жақсы көретін, сізге қарай ұмтылатын, бірақ жүрек түкпірінде сізге деген құрметі, сенімі болады. Ол жасырады кейбірі айтады. Бірақ ол шынымен сіз шынайы болған кезде ғана сізге Алла берген бар болмыс бар, сіз ешнәрседе ешкімнен жасыру қажет емес. Өзіңізді қалай қабылдадыңыз, өзгеге де дәл солай көрсету керек. Тамаша. Әсел, сен өте жассың. Жасың әлі 24-ке де жеткен жоқ деп. Жас болып, жетекші болу, енді руководитель былай айтқан кезде, көбінесе былай айтады, жаңағыдай Европаның статьяларын оқысам, жастайынан жетекші болған адамға, мысалы ол кейін жетекші болмай қалу, 30 жасқа келген уақытта өте үлкен стресс дейді да. 30-дың несі басталады, комплексі басталады да, енді сен оны әлі түсінбейсің. 30-да орда бұзбаған деген. Сол сондай нәрсе бар да. Сол қазіргі сезімің қалай? Жетекші болу қиын ба жастайыңнан? Негізі мен өзім бір лидерлікке жатқызам. Өйткені менің ұмтылысым, алға қарай дамудағы үдерісім, ол өзіммен сонымен мақтан тұтам осы тұсымды. Бірақ қазіргі таңда біз жетекші болғандықтан расы керек жаңа жауапкершілік өзіңе алғанмен өзгелерге де жауапкершілік аласың. Екіншіден өзің
болмаған әлі жаңағыдай жаңа навыктарды меңгересің, әрі жетекші болған кезде сіз уже глобалды ойлайсыз да сол затты, және түрлі мүмкіндіктерді іздей бастайсыз. Және қалай білім берген дұрыс, қалай сөйлескен дұрыс. Бұл коммуникация ғой негізі. Өзі қазіргі таңда сол коммуникация өте маңызды навыктардың бірі. Сосын адамды кішкене психологиялық осы тұста керек. Өйткені адамның көңіл күйіне қарайсыз, ол қазір жұмыс істеуге қабілетті ма, қабілетті емес па. Және ол адамда мысалы қай зат мазалап тұр, сол зат мазалайтын болса, ол жұмыста неэффективный болады. Біз үшін адамның сол затын сейілту керек та, и жұмысқа дейін қойғызу керек. Сол кезде ол адам жаңа нәтижелі еңбек көрсетеді. Өзіне де, бізге де мысалы. Менің ортамда қазіргі таңда жұмыста кейде түсініспеушіліктер де болады, өйткені өзім қатып қалған жаңа принциптер мен қағидалармен жүргеннен кейін кейде бұзуға тура келеді, өйткені командаң үшін кейде сол затқа басқаларды бағындыруға тура келеді. Бірақ сәйкесінше бұл жерде жаңағыдай гармония болған дұрыс. Жаңағыдай айтқан сөзіңді, істейтін әрекеттеріңді баптап бар, ойланып барам әрқашан. Қазір енді үйренудемін әлі де. Адамдармен қарым-қатынас әрқашан үздіксіз үйренуге алып келеді. Осы жұмсақ дағды туралы қалай ойың, және оны қалай дамыту керек, және маңыздылығы туралы айттың ғой, қалай дамыту керек? Жалпы бұл зат бойынша негізі менде табиғатынан кішкене басында андай ұян, тұйықтау болып келетінмін. Кейіннен егер сіз бұл дұрыс жағындай коммуникацияны орната алмасаңыз, онда сізде адамдармен байланыс тек қана отбасымен емес, жағындай екінші жартыңменен емес, достарымен де, жалпы болашақта сіздің іскерлік салада жұмыс жасайтын болсаңыз, мемлекеттік салада жұмыс жасайтын болсаңыз, бұл өте маңызды. Менің бағытымда мақсаттардың біріне жету үшін бұл коммуникация өте маңызды болған. Дамыту процесі кезінде, яғни сіз түрлі жаттығулар жасауыңызға тура келеді. Мысалы, көбінесе интернеттен іздеген кезде жаттығулар бартын, тіпті көшені білсеңіз де, қолыңызда сағат болса да, ерінбей барып сол адамнан сағат қанша екенін сұраңыз, қандай көше, қайықта орналасқан екенін сұраңыз. Мысалы, болмаса адамдармен жай ғана амандасыңыз, немесе достарыңызбен мүлдем сөйлесіп көрмеген тақырыпта сөйлесіп көріңіз. Бұл жерде енді кішкене дамыту бағытында адамның креативіне байланысты деп ойлаймын. Өйткені адамның қызығушылығына сәйкес бұл затты дамытуға болады. Сәйкесінше жаңағыдай бұл тіл меңгерумен байланысты болуы мүмкін, немесе жаңа бір затты үйренумен, кітап оқумен байланысты болуы мүмкін. Бұл жерде енді көбінесе креативке байланысты деп айтқан дұрыс болар. Яғни әдейілеп отырып дамытамыз ғой, иә? Тамаша. Бұл заттың керек екенін адам саналы түрде сезінсе, осы затты істегім келеді десе, онда тек қана әрекет ету ғана қалады. Бұл. Тамаша. Рахмет. Жұмыс жасап жатқан жеріңе неше жыл болды жұмыс жасап жатқаныңа, және сен басында ең бірінші табалдырықтан аттадың ғой, ең төменгі неде болдың, дәрежеде. Сол дәрежеден осы қазіргі жетекші руководитель деңгейіне жеттің, соған нақты қадам. Қандай қадамдар әсер етті, айтып бере аласың ба? Адам осыны жасаса, осындай уақытта мен сияқты болмаса, мүмкін басқа жерде осындай жақсы нәтижеге жете алады деген сияқты. Нақты қадамдар. Жалпы мен ойлаймын, кез келген жағдайдан жетістікке жету үшін бірінші адамгершілік қасиеттер басым болу керек. Ең біріншіден ол әділдік, екіншіден адамға деген жаңағыдай преданность дейді ғой. Үшіншіден сол жұмыста міндетті түрде жетістікке жетемін деген сенім. Осы заттар маған көмектесті, және мен кейде жетістікке жету үшін біраз заттармен құрбан етуге тура келеді деген рас. Менде сондай болды. Сондықтан мен жұмысқа келген жыл 2018 жыл, қазір 2020, 2 жыл көлемінде бірінші менеджер болдым, старший менеджер болдым, сосын жетекшінің көмекшісі болдым. Кейін мен қазір сату маманы болып жатырмын, енді жетекшісі. Жалпы айтқым келетіні үздіксіз еңбек ету керек, және қандай бір бағытта сіз жұмыс жасап жатсаңыз, сол сала бойынша әрине біріншіден кітап оқу керек. Өйткені сіз кітап оқу арқылы ойлау деңгейіңіз өседі. Бірінші нақты мақсат болу керек, расымен. Екінші сол бағытта даму керек. Бағытта даму керек. Үшіншіден жаңағы қаншалықты мөлшерде сол жерде қалғыңыз келеді анықтау керек сияқты. Өйткені сіз мысалы бұл жерде 1 жыл боламын, сосын кетіп қаламын, басқа жұмыс жасаймын десеңіз, онда сіз ол аяқталмаған мақсат болады. Екіншіден сол жерде просто жүресіз уақыт қотып. Менде бірақ болды 3 жылға мақсат осы жерде болу. Мен әлі 1 жыл болады, 1 жылдан кейін мақсаттар әрсі де ауысады. Ары қарай көре жатармыз бұйырса.
бірақ сен өзің қалаған жетістіктің басына енді 2 жылда жетіп қойдың, иә? Келген адам жұмысқа нақты мақсатын білсе, айқын, оны айқындай алса, яғни қадамдар жасай алса, және тынымсыз еңбек ету, иә, нәтижеге еңбек ету, иә, осы 3 нәрсе арқылы жетекші бола алады, иә. Және коммуникация, яғни жұмсақ дағды білу өте маңызды. Әсел қазақ тілдік үстінде сөйлейтін қазақ қызысың да, және сен орыс тілінде сөйлейтін ортаға жұмыс жасадың. Осы барьерді қалай жеңдің? Нақты қадам. Нақты қадам онда жалпы 3 қадам деп айтайық. Біріншіден сондай орта табу. Екіншіден сол тіл жаңағыдай мақсат қоя алу. Керек па, керек емес па, әлде сол ортаға бола үйрену ма? Үшіншіден сол әрекеттердің жоспарын жасау керек. Кітап оқу, аудио тыңдау, ортада сөйлесу, сәйкесінше жаңылтпаштар жасау, сол жоспармен, процесмен істеу керек болды. Психологиялық қорқынышты қалай жеңуге болады? Ол барьер деген ол психологиялық сұрақ қой. Түсінікті іс-әрекет жасай аласың, бірақ ол адамның миының ішіндегі бір сондай бір мәселе ғой. Сол психологиялық сұрақты қалай шешуге болады? Психологиялық жағдайда біріншіден мен негізі өзіммен сөйлестім, расымен. Орыс тілінде шынымен қорқамын ба, неге қорқамын орыс тілінде сөйлеуге? Сол жерде біраз жауаптар шықты. Мектеп кезінде жаңағыдай жеткілікті деңгейде өзімді көрсете алмадым сол орыс тілі сабағында. Содан басталды. Кейіннен тіпті дүкенге барған кезде орысша сөйлеуге де қорқатын едік. Сол затта мысалы психология барьер қайдан шыққанын табу керек себепті. Сосын сол затта бұл жерде кішкене установка, яғни сол жерде қыз мысалы орысша сөйлей алмаймын, мен орысша ойымды жеткізе алмаймын деген установкалар бар ғой мида. Соны керісінше мен осы затты қабылдаймын, енді мен орысша жетік меңгеруді қолға аламын. И сол тілді істеу, и соған сәйкес артынан жаңа әрекет. Иә. Тамаша, керемет. Яғни психологиялық тұрғыда, бірінші психологиялық тұрғыда жұмыс жасау өте маңызды. Сенімсіздік пен қорқыныш туралы сұрағым келіп тұр. Ол енді жалпы пенде болып жаратылған адамдардың барлығына лайық сезім ғой. Сен адамдардың алдына шығып сөйлейсің, басшылармен сөйлесесің, жаңа адамдармен танысасың, өзің қол астында командаңмен байланыс жасайсың. Былай қарап тұрсаң, енді бір кез келген адам көтере бермейді, енді ондай нәрсені қолынан келе бермейді, шынын айту керек, мойындау керек. Барлық адамда неге келе бермейді? Өйткені сенімсіздік пен қорқыныш болады адамның бойында. Сонымен жұмыс жасаудың нақты қадамдары бар ма сенде? Сонымен бөлісе аласың ба? Әзірге нақты қадам туралы ойланбадым, бірақ қорқынышты жеңудің бірі ол тәуекел ете алу деп ойлаймын. Сіз мысалы бір затты көп ойлап істемесеңіз, сол затқа істеп көріңіз, тәуекел ет. 1 рет, 2 рет жасап көріңіз, кейіннен сол зат керек па, керек емес өзі айқындалады. Ал сенімсіздікке, сенімділікке керек болатын болсақ, бұл жерде енді өзіңнен қалауыңнан тыс болған заттармен соларға қарсы жүруге тура келеді. Өйткені қалау деген ол тек сізді қиялмен кішкене келуі мүмкін ол зат. Ал сізге қажет затқа жету үшін көп затты барьер дейсіз ғой, міне. Сол барьерден өтуге тура келеді. Ол жағдайда шынымен ойламаған затты істеу керек шынымен. Сосын сенімділікті арту үшін шын мәнісінде бұл зат бойынша ең бірінші өзіңе деген сенімнен басталады. Сенімділік деген зат, өзіңе сенімділік, онан кейін сіз ары қарай басқа адамдармен қарым-қатынаста тоже сенімділік білдіру керек. Кітап оқу қаншалықты маңызды жетістікке жету үшін, және қандай кітаптарды ұсына алар едің? Кітап оқу негізі өте маңызды заттардың бірі. Күніге өзім 20, кейде 1 сағат кітап оқимын. Кітап оқығанда расымен басында не себепті бізге скучно болатынын өзімде білдім. Өйткені біз кітапты расында жай оқимыз. Біз жай оқыған сайын миымыздың ұйқысы келеді. Негізі біз өзіміздің миымыздың істей алатын әлі де мүмкіндіктерін ашпаймыз да. Сол үшін тез оқу туралы курстар не үшін пайда болды? Негізі расында олар өте пайдалы. Егер бірінші кеңес соған барып көру, біріншіден. Жоқ, барып емес, тез оқитын бар ғой, скорочтение курстары. Соған барып көрсе болады, сонан кейін сіз салыстырасыз да, өзіңіз жай оқисыз ба, әлде тез оқисыз ба? Негізі кітап оқығанда расында ойыңыз ұшқыр бола бастайды. Сосын адамдарды таныған сайын өмір сүру стиліңіз өзге жаққа ауысады.
өзім ұсынатын кітаптар мен ең бірінші оқыған кітабым шыны керек Камшат Бекішевтің кітабы болды. Ойыңды өзгертсең өмір өзі өзгереді деген. Онан кейін бір топ кітаптардың бірі қазір Шамиль Әлдиевтің кітаптары өте жақсы. Екіншіден сол психология бағытында қазір авторын ұмытып тұрмын, мысалы «Возлюби свою болезнь» деген кітап, соны оқу керек. Вот сол жерде сіз мысалы психологиялық барьерлермен не себептен сізде мысалы балалық шақта ондай зат болды, сіз қазір алға қарай жылжуға келгеніңізде сізге сол зат кедергі келтіреді, сонымен жұмыс жасайсыз. Тез бір ойын ойнайық, иә? Мен 4 сұрақ қоям, ойланбай жауап беру керек бірден. Өмірде не қатты? Тас. Өмірде не жұмсақ? Ананың алақаны. Өмірде не тәтті? Тәтті. Балмұздақ. Өмірде не ащы? Аджика. Рахмет. Бүгінгі сұхбаттың рахмет. Әсел ханым туктың стратегиясы бойынша солай. Қазір адам аз болған уақытта негізі мынадай интервьюларды тыңдамайды да. Өткен, бірінші аудитория болу керек, кәдімгі 50-100 мың деген сияқты. Содан кейін барып, жаңадай жасай беруге болады. Соны ойладым да, басында өзіне ұсыныс алып, көп адамнан ұсыныс алып қойдым. Ұсыныс жасап, уәделерін алып қоям ғой. Сосын айтып, кейін ойланып қоям, әлі ерте жасаған сияқтымын деп. Менің каналым жазылды деп айтасың ба? Бүгінгі сұхбатты алған Айдан ханымға үлкен рахмет. Әрине біз көп затты көрмесек те, бірақ түйгеніміз тәжірибемен келген заттар өте көп. Сондықтан каналға жазылыңыздар, Айдана ханыммен бірге болыңыздар. Әлі де көп пайдалы, өмірге қажетті құнды ақпараттар аласыз. Және ең бастысы біліңіз, бұл өмірде өзіңіз келгеннен сізге Алла жаратқаннан кейін сіздің мақсатыңыз өмірде пісіп жетілу және өзіңізді бақытқа жеткізу. Достар, рахмет, кездескенше.